орыс болмысы және жаңа қазақ неге біз егемендік алғаннан кейін ғана көтеріле бастадық? КСРО-да қазақтардың мүмкіндігі болған жоқ. Кеңес одағы кезінде қазақтар биікке көтерілген жоқ. Тіпті ең талантты спортшылар, ғалымдар, өнер адамдары көлеңкеде қалды. Неліктен? Жүйе қатаң иерархияға сәйкес салынғандықтан. Мәскеу орталық, Санкт-Петербург сәл төменірек, қалғандары провинциялар. Қазақстан алыс жерде, периферияда. Екатеринбургтен немесе Владивостоктан келген орыстар да қиналып өтіп, қазақтар елеусіз қалды. Тіпті жергілікті қазақтар онда жүргізуші, шаштараз, құрылыста жұмыс істеген. Орыс сәйкестігі, сіз менің үстімнен болмауыңыз керек. Орыс менталитетінде, әсіресе империя мен кеңес одағында қалыптасқан, басқа адамдардың өсуінен қорқу басым. Егер жақын жерде біреу көтерілсе, бұл қауіп. Бұл достық, логика немесе ынтымақтастық мәселесі емес. Бұл тереңге жатқан қызғаныш. Ауылда да бір көрші екіншісін көтермейді. Ол неге бұлай істеп жатыр? Ұрлап жүрген шығар. Басқалар сияқты төменгі жағында болған жақсы. Бұл ерекшелік емес, бұл жүйе. Мінез құлықтың бұл үлгісі барлық деңгейде жұмыс істейді, қарапайым күнделікті өмірден халықаралық саясатқа дейін. Егемендік бәрін өзгертті. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде сана өзгерді. Бірінші рет Мәскеуге емес, Лондонға, Парижге, Сеулге, Токиоға қарадық. Мықтыдан, еркіннен үйрене бастадық. Бірінші сынып оқушысы 10-шы сынып оқушысына қалай қарайды? Құрметпен, оқуға деген ұмтылыспен, қорықпай. Бұл табиғи және сау жол болды. Біз түсіндік. Әлем үлкен және біз оның бір бөлігі бола аламыз. Қазақтың оянуы басталды. Жастар Мәскеуге емес, шетелге оқуға кетті. Және Англияға, Францияға, Қытайға, Жапонияға. Көбісі қайтып оралды, және өздерімен бірге жаңа мәдениет, жаңа ойлау әдісін алып келді. Қазақтар өзіне сене бастады. Оларға мүмкіндік берілгендіктен емес. Бірақ олар оны өздері жасағандықтан. Бүгінде қазақтар дүниенің түкпір-түкпірінде көрінеді. Бұл суретшілер, бизнесмендер, инженерлер және режиссерлер. Шекаралар қалады, бірақ ойлау басқа. Иә, біздің Ресеймен ортақ шекарамыз бар. Иә, ұзақ уақыт бойы бір үйде өмір сүрдік. Олар өздерінің қайда және басқа біреудікі қайда екенін түсінбей, алға артқа жүгірді. Бұл ескі коммуналдық ауладағыдай толық тәртіпсіздік. Бірақ бүгінде бәрі өзгерді. Біздің өз еліміз бар. Өз бетіміз. Өз стиліміз. Біздің төл мәдениетіміз. Өз тіліміз. Өзіміздің векторымыз. Ал Ресейде бұрынғы әдеті бар. Егер жақын жерде біреу көтерілсе, сізге немесе төмен, немесе үзіліс, немесе жою. Украина дами бастады, Еуропаға қол созды ма? Соғыс болды. Балтық өмір жақсарды ма? Бірден дұшпандық. Қазақстан сенімдірек болды ма? Қысым, үгіт, экономикалық ойындар басталды. Біз басқа жолды таңдадық. Қазақстан ешкімнің ісіне араласпайды. Біз жай ғана өсіп жатырмыз. Біз жасаймыз. Біз үйренеміз. Біз әлемге өзімізді ашамыз. Бізде басқа көкжиек, батпақ емес аспан. Біз енді кім екенімізді білеміз. Біз қазір көрініп жатырмыз. Біз қазір естідік. Ал бізді енді тоқтату мүмкін емес. Ресейден кір біздің жаққа төгілмесе, біз орыс тілділерді құтқарамыз немесе қазақтар, украиндар сияқты, балтылар Ресейден және басқалардан жақсы өмір сүрмеуі керек. Ал әдістер әдеттегідей, СВО, яғни жауынгерлер жою, төтенше жағдайда дөңгелектерге спиц қою, әспиян. Қорытынды. Қазақтар егемендік алғаннан кейін, траектория қалай өзгерді? Қазақстан тәуелсіздік алған кезде халықтың санасы өзгерді. Мәскеуге қарауды қойып, әлемге қарай бастадық. Біз ақш, Еуропа, Қытай, Жапониядан үйрене бастадық. Олар салыстырды, жақсылыққа қол созды, көтерілді. Бұл 21 ғасырдағы табиғат эволюциясының табиғи жолы болды. Егер бұрын қазақтар КСРО-да жүйе рұқсат бермегендіктен көрінбейтін болса, егемендік алғаннан кейін мүмкіндік туды. Ең бастысы, біз оны қолдандық. Еркін ойланып, дүниеден өз орнын іздей бастаған, ескі иерархияға жалтақтамай табысқа жете бастаған қазақтың бір ұрпағы қалыптасты.
Сондықтан бүгінде қазақты көріп естиді. Бүкіл әлемде мәдениетте, спортта, ғылымда. Біреудің мүмкіндік бергеннен емес, өзіміз биіктерді бағындырғанымыз үшін. Іске сәт. Видео ұнаса лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз. Авторы Ғалымжан Чауетов. Қазақстан.